Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағынбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасының тұратын жері, жұмысы. Грамматикалық тақырып жіктік жалғау, көпше түрі. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Инженер құрылысшы, ағайынды, ерте, жұбай, сирек, мамандық, жиен-шар. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Біз отбасымызбен Алматы қаласында тұрамыз. Әкемнің есімі Асқар. Инженер болып жұмыс істейді. Анам Айнұр мектепте қазақ тілі мұғалімі. Отбасында 3 ағайындымыз. Менің есімім Айдос. Үйдің кенжесі, қара шаңырақ есімін. Ата-анаммен бірге тұрамын. 4-ші сыныпта оқимын. Үлкен ағам Асқат ерте отбасын құрды. Отбасымен Қаскелең қаласында тұрып жатыр. Жұбайы да анам сияқты ұстаздық жолында. Ортаншы ағамның есімі Ақжол. Ақжол студент, болашақ мамандық иесі. Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Ол үйге сирек келеді. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Айдостың әкесі қандай мамандық иесі? Қара шаңырақ иесі кім? Ерте отбасын құрған кім? Ақжол неге Нұр-Сұлтан қаласында тұрады? Асқаттың жұбайы қандай мамандық иесі? Тексеріңіз. Айдостың әкесі инженер болып жұмыс істейді. Айдос қара шаңырақ иесі. Асқат ерте отбасын құрды. Ақжол Нұр-Сұлтан қаласында оқып жатыр. Асқаттың жұбайы ұстаздық жолында. Келесі грамматикалық тақырып. Жіктік жалғау, көпше түрі. Біз, сендер есімдіктерінен кейін оған қатысты тәуелді сөзге мыз, сыңдар жіктік жалғауы міндетті түрде жалғанады. Мысалы, біз доспыз. Сендер мұғалімсіңдер ме? Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындайық. Жіктік жалғаудың көпше түріндегі 10 сөз
Сөз тіркесін табыңыз. Тексеріңіз. Олар құрбылар. Біз ағайындымыз. Жеңгесіңдер. Біздің келініміз. Сендердің жиендерің. Сендер кімсіңдер? Сіздердің бөлмеңіз. Олар ағылшындар. Нағашымыз. Сіздер дүнгенсіздер ме? Келесі тапсырма. Сөз тіркестерін екінші бағандағы сөздермен сәйкестендіріңіз. Тексеріңіз. Мен оның ағасымын. Сен біздің досымызсың. Сіз менің бөлемсіз. Ол сенің ағаң. Біз олардың жезделеріміз. Сіздер біздің нағашымызсыздар. Олар сенің келіндерің. Сендер Әселдің жеңгелерісіңдер. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы: отбасыңызда қандай мамандық иелері бар? Шағын мәтін жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.